Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Жаз айында жиі жасалынатын тағам түрі ол голубцы. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бізге ең алдымен болгар бұрышы керек. Болгар бұрышы әдемі, бір пішінді болуы тиіс. Жақсылап ішін бәрін тазалап алып, суға жуып аламыз. Мен әдетте голубцыға осындай азғантай ғана сүйектер салып жіберемін. Маған бұл ұнайды. Егер сізге ұнамаса, сіз салмай қойсаңыз болады. Келесі кезекте біз етті майдалап турап, мясорубкадан өткізіп аламыз. Рецепттің барлығын видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден қараңыздар. Мен әдетте күрішті жартылай пісіріп аламын. Ыдысқа пияз, фарш, күрішімізді салып, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз саламыз. 3 қасық сұйық май. Енді барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Қызып тұрған қазанға жаңағы сүйектерімізді жақсылап қуырып аламыз да, артынан сәбізбен пияздық салып қуырып аламыз. Егер қаласаңыздар, томат қоссаңыздар болады. Сосын қазанды жартылай етіп, су құямыз. Қайнап тұрған сорпаға картобымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Болгар бұрышымызды толтырып аламыз. Қайнап тұрған сорпаға жаңағы дайындаған голубцыйымызды салып, астын басып, 40 минут аралығында пісіріп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша зелень салсаңыздар болады. Мен мұнда петрушка, укроп салдым. Біздің голубцыйымыз дайын болды. Егер менің голубцыйым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, арнама жазылыңыздар.